Саламатсыздарбы оқушылар, физика 7 сынып. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы заттың тығыздығы және тығыздықтың өлшем бірлігі. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты тығыздықтың физикалық мағынасын түсіндіру. Тығыздық туралы айтатын болсақ, яғни біз 1 килограмм темір кесегі 1 килограмм ағаш кесегінен әлде қайда аз көлем алатыны бәрімізге белгілі. Темір және ағаш әртүрлі заттар. Бұл массалары бірдей, яғни көлемдері жағынан әртүрлі болады дегенді білдіреді. Назар аударайық суретке. Бізде массалары бірдей денелер берілген: алюминий, болат, мыс, қорғасын. Яғни бұлардың массалары бірдей болғанымен көлемдері әртүрлі болады екен. Керісінше, көлемдері бірдей денелердің массалары әртүрлі болады екен. Сонымен заттың тығыздығы деп сол заттың көлем бірлігіндегі массасына тең физикалық шаманы айтамыз. Тығыздықты ρ әрпімен белгілейміз. Заттың тығыздығы m деп отырғанымыз дененің массасы, v дененің көлемі. Заттың тығыздығын, яғни осы үш шама арқылы, масса, көлем, тығыздығы арқылы осы формуланы қолданып есептер шығарамыз. Формуланы түрлендіретін болсақ, тығыздықтың формуласы ρ тең m бөлінген v. Осы жерден дененің массасын табатын болсақ, тығыздық пен көлемді көбейтеміз. Егер де көлемді табатын болсақ, массаны тығыздыққа бөлеміз. Сонымен тығыздықтың халықаралық бірліктер жүйесінде өлшем бірлігі, яғни С жүйесінде өлшем бірлігі килограмм бөлінген метр кубқа тең екен. Егер де бізге грамм бөлінген сантиметр кубпен берілсе, онда оның 3 дәрежесі килограмм бөлінген метр куб алынады екен. Біз әртүрлі заттардың тығыздығын анықтағымыз келсе, ол заттың бірлік көлемін қарастырғанымыз жөн. Ол үшін біз кейбір өлшеулер жүргізіп, нәтижелерін кестеге енгіземіз. Дененің бірлік көлемінің массасы дененің тығыздығы деп аталады. Тығыздық әртүрлі бірліктермен өлшенеді. Мысалы, алюминийдің тығыздығы 2,7 грамм бөлінген сантиметр куб, немесе 2,7 килограмм бөлінген дециметр кубқа тең, немесе 2,7 тонна бөлінген метр кубқа тең. 2,7 тонна бөлінген метр кубты 2700 килограмм бөлінген метр куб деп те жазуға болады. Немесе 2700 грамм бөлінген дециметр деп, немесе 0,10 килограмм бөлінген сантиметр куб деп жазуға болады. Бұл жерде, яғни молекулалары жақын орналасқан денелердің тығыздығы қаттырақ болады екен. Бірінші суретте молекулалары көріп отырғанымыздай алшақ орналасқан денелердің тығыздығы өте аз дегенді білдіреді екен. Бүгінгі сабағымызда, яғни негізгі ұғым заттың ауыр жеңілдігін бірдей жағдайда анықтайтын шама бұл тығыздық. Анықтамасы: дене массасының оның көлеміне қатынасына тең шама. Тану, яғни оқылуы тығыздық, жазылуы ρ. Формуласы ρ тең m бөлінген v. Өлшем бірлігі килограмм бөлінген метр куб. Салыстыру, яғни біз бұны көбінесе есеп шығарғанда пайдаланамыз. Су, керосин, бензиннің 3 түрлі шамасы берілген. Судікі 1000-ға, керосиндікі 800, бензиндікі 710. Яғни бұны тығыздықтан салыстырып есеп шығару барысында қолданамыз. Маңызды түйін бүгінгі сабағымыздың заттың тығыздығын табу үшін дененің массасын оның көлеміне бөледі екенбіз. Енді оқушылар, осы тығыздық тақырыбына есеп шығарып үйренейік. Берілгені бізде 16 метр куб көлемдегі массасы 5 килограмм болатын заттың тығыздығын табайық. Яғни дискрипторлар заттың тығыздығы формуласын қолданып тығыздықты табамыз. Бізде формуласын білеміз: ρ тең m бөлінген v. Яғни осы формулаға қойып есептейміз. Жақсы, жарайсыңдар. Сонымен бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, заттың тығыздығы және тығыздықтың өлшем бірлігімен таныстық. Жақсы, сау болыңдар.